Адал жолды таңдаймыз атты ауқымды іс-шара аясында ауданымызда шеру өтті. Аталған эстафетаның мәні де сәнді өтуіне ауылдық округтерден келген қатысушылар, спортшылар және де осы қатарда жастарда белсенді үлес қосты. Толығырақ тілшіміз айтады. Барсын баяндасақ, адал жолды таңдаймыз атты эстафеталық іс-шарада мектеп оқушылары тас жол үстіне суреттер салудан сайысқа түсті. Жасөспірімдер жемқорлыққа жол жоқ, сыбайластыққа қарсымыз сынды жалынды сөздерді жазып, жемқорлық атаулы індетті түбегейлі жоюға шақырды. Президент 2019 жастар жылы деп жариялаған болатын. Міне осыған орай жастар арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру мақсатында бүгін адал жолды таңдаймыз атауымен жастар марафон эстафетасы Сарыағаш ауданында аяқталып, Қазығұрт ауданына тапсыру рәсімі болып өтті. Бүгінгі мына іс-шара шеңберінде автошеру, ат шеруі, велошеру, сосын мынау қабырға газеттерінің үздіктері, мынау асфальтқа сурет салу, одан кейін мынау қол өнер шығармаларының көрмелері болып өтті. Одан кейін мынау 2 апта көлемінде 413 шара өткізілген болса, сол іс-шаралардың ішінде эссе жазу конкурсының, сурет салу конкурстарының, шахмат спорт ойындарының жеңімпаздары марапатталып, аудан әкімінің қолымен мәдени іс-шаралар бүгін өткізілді. Бұл іс-шаралардың барлығы жастардың бойында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мінез-құлық үлгісін алға жылжыту. Бұл осы сыбайлас жемқорлықтың қаншалықты мемлекетке зиян екенін, қоғамға зиян екенін жастардың бойына сіңдіру болып табылады. Әр қарай жалғасақ, аталған іс-шара шеңберінде шеру ұйымдастырылды. Бұл шерудің мәнді де сәнді өтуіне ауылдық округтерден келген қатысушылар, жастар, ат үстіндегі спортшылар белсенді үлес қосты. Олар адал жолды таңдаймыз деп жалпы жұртты адалдыққа үндеді. Сарыағаш қаласының көшелерін аралады. Адал жолды таңдаймыз атты велошеру өте жақсы өтті. Жастар өте белсенді. Бұл велошеру бізді адалдыққа және дұрыс тәрбиеге баулыйды. Ұйымдастырушыларға көп-көп рахмет. Осылайша шаһар көшелерін аралап, тұрғындарды жемқорлықтан сақтануға шақырған шерушілер Жеңіс саябағына келіп тоқтады. Сондағы мерекелік іс-шараларға қарай беттеді. Қуаныш Құлмырзаев, Рахманбек Құралов, Сәт телеарнасы жаңалықтар қызметі.